дегеніміз мемлекеттің маңызды белгілері, оны құрудың міндетті шарты, жеке тұлғаның, қоғамның, мемлекеттік органдардың құқықтың санасы мен құқықтық мәдениеттің жоғарғы деңгейін құқықтық мәдениет деп атаймыз. Яғни құқықтық сана мен құқықтық мәдениет өзара бір-бірімен тікелей байланысты. Яғни бір-бірін толықтырып отыратын негізгі терминдерді құқықтық мәдениет деп атаймыз. Құқықтық мәдениетке адам қолымен жасалған құндылықтар жатады. Осыған мысал ретінде көне Рим империясында қабылданған заңдар негізі болатын болса, ал Қазақстанда қабылданған, яғни Қазақстан тарихында қабылданған заңдар ол көне Тәуке ханның жеті жарғысы мысал болады.